Друзья, я рад вас всех приветствовать на сегодняшнем шоу «Прожарка». Аплодисменты. Шоу «Прожарка» — это шоу, где мы говорим гадости про звезду, и нам за это ничего не будет. Итак, встречайте нашего сегодняшнего гостя. Не дайте себя обмануть. Это не Нурлан Коянбаев, а лишь его двойник Улан Кожекбаев. Аплодисменты. Как дела, Улан? Нормально. Супер, супер. Кстати, как тебе вот этот итальянский джинсовый брендовый пиджак, который мы тебе к съемкам подарили? Нормально. Я так и знал, что тебе понравилось, потому что это такая же подделка китайская, как и ты. Мало кто знает, что Улана, это чистая правда, хотели в роддом вернуть обратно со словами «Блин, мы думали, это Нурлан». Нурлан Коянбаев – легенда казахского юмора. Магнитик с его изображением есть у меня на холодильнике. Улан, как бы тебе объяснить, что такое холодильник? Это такая штука, чтобы не портилась еда. Как бы тебе объяснить, что такое еда? Это то, что ты завариваешь в кипятке. Улан, если бы не был похож на Нурлана, он бы стал обычным мужичком, у которого на ремне чехол для телефона, который на то и танцует, а у него на затылке носовой платок. Вот это. У Улана глаза, как у китайца, странный нос, ни о чемская улыбка, дурацкая прическа. А Нурлан красавчик. Девушка Улана во время секса представляет Нурлана Коянбаева. Все, всем спасибо. Девушка Улана во время секса представляет Нурлана Коянбаева. Все, всем спасибо. Күлкілі. Мне кажется, это не очень смешно. Это грубо и пошло. Жақсы әзілдер ғой? Ну, так себе. Саған кім жақсы ойнады кинода? Улан, мен? Но я не заметил разницы. Жанара, Я, Нурлан Нугманович. Дамирдің айлығын бердіңдер ма, гонорардың? Жоқ, әлі бермедік. Тоқтай тұрыңдар пока, аха. Мен кішігірім ауылда дүние келдім. Кішкентай кезімнен осындай жетістікке жететініме сендім мен. Болады ғой бір сенесің. Осындай қымыздай қышқыл заманда бәрін еңбекпен алуға болады. Қалай ойлайсыз? Жоқ, мен микрофон істеп тұрма, соны тексеріп жіберші деймін. Жал. Сол. Мен лағып кеттім ғой. Кешірім сұрайын. Тез бастап тез аяқтап жіберейік, Тез аяқтау керек па? иә? Так, Улан. Иә, Улан Кожекбаев. Улан Кожекбаев. Даже есіміңіз Нұрланға ұқсап тұр да. Фамилиям ұқсамайды, фамилиям. Ол кісі Коянбаев, мен Кожекбаев. Иә, жалғастырайық. Қоянның кішкентайыз. Бірақ бөлік. Хорошо. Мынандай сұрақ. Нұрланға ұқсастығыңыздан бөлек өзіңіздің Ерекшелігім ба? ерекшелігіңіз, мүмкін қасиетіңіз. Мен түсіндім жаңа. Подкол болып жатыр ол жерде. Мен мысалға Нұрлан Коянбаев былай жүреді екен. Мен көрдім да ол кісіні. Мен шамалы былай жүрем. Байқадыңыз ба? Нұрекең қалай жүреді, жүрмейді. Какая разница? Өзіңіздің ерекшелігіңіз деймін. Мысалы Нұрекең, Нұрлан Коянбаев, ол деген өз талантымен сол жаңа үлкен жұмыс жасаған арқасында осындай дәрежеге жетті. Кино түсіріп жүр. Иә. КВН ойнаған. Талант, иә. Талант, өте талантты адам. Сіздің неңіз бар? Мысалы, сіздің неңіз бар? Менде қандай талант бар дейсіз? Не бар сізде? Түріңізден басқа. Түсіндім мен. Анам сұрақ басталып жатқан кезде бірден түсініп қоямын. Менде қандай талант? Мен естуімше, иә, Нұрекең талантты кісі. Бірақ ода бір минус бар. Оның дауысы жоқ, ән айта алмайды. Сіз сонда ән айта аласыз. Мен ән айта аламын. Айтып берейін ба сізге? Жақсы адамдарым, кемемісіңдер патшадан бәрін. Улан, шыны керек. Сіз Нұрлан Коянбаевтың арқасында осы жерде отырсыз. Неге?
себебі сіз Нұрлан Қоянбаевтың көшірмесісіз. Сондықтан біз сізді шақырдық. Сіз де көшірмесіз. Ана Ресейде осындай жүргізуші бар, бізді жүргізетін. Соны көшірмессің. Түсіндің ба?